Reddit'те оқ жарақатынан аман қалғандар оқ тигенде қаншалықты ауыртты және қандай сезім болды? Видеоны бастамастан бұрын біздің YouTube арнамызға подписаться етуді ұмытпа, және де достарыңа таратып лайк бас. Осылайша біз қазақша контентті тезірек дамыта аламыз. Менің досыма Мексикадағы митинг кезінде оқ тиген, бірақ оны полицейлер қатты ұрып тастаған. Сосында болар ол ауруханаға түскенге дейін денесін мүлде сезбеген. Әлі күнге дейін оны атқан және ұрған адамдар жазаға тартылмады. Менің әкемнің есі дұрыс емес. Ол тапаншаны айналдырып отырып, өз аяғына атып алды. Оның айтуынша, аяғына біреу ыстық темір басып алғандай сезім болыпты. Ауру біраз уақытқа дейін басылмай, денесі қалтыраған. Алғашында адреналиннің арқасында қатты ауру сезбейсің. Қатты және ыстық темірмен ұрғандай болады. Адреналин біте сала барлық азап басталады. Қанша жерден мықты болсаң да жылағың келіп, тынысың тарылып, тыпыршып, қиналып кетесің. Оқ менің иығыма тиді. Ішке еніп, сүйектің арасында қысылып қалды. Оқты алып тастағанша, ішімнен бір нәрсе күйдіріп бара жатқандай сезім болды. Соғыс деген жаман. Кіші калибрлі оқ тиді. Кіші болғасын және алыстан атылғасын былғарыдан жасалған ауыр пальтоға тиіп, қатты жарақат алмадым. Бар сезгенім арқамнан темірмен ұрғандай болды. Кейін қатты ысыды. Иракта жүргенде снайпердің оғы тиді. Менің үстінде бронежилет болды. Оқ ішке өтпеді. Елестетіп көріңіздер. Біреу биік ғимараттың төбесінен боулинг шарын сіздің кеудеңізге лақтырып жібереді. Менде дәл сондай сезім болды. Біраз уақыт қимылдай алмадым. Маған емес, көршіме оқ тиді. Белгісіз біреулер үйін тонамақшы болыпты. Оған 22-ші калибрлі оқ тиді. Ол жол бойы денем күйіп бара жатыр деп қайталай берді. Өкінішке орай ауруханада ауыр жарақаттың кесірінен қайтыс болды. Ату алаңында қабырғадан кейін қайтқан оқ арқама тиді. Артымнан біреу қатты ұрып жібергендей болды. Бастысы оқ тек теріге зақым келтіріпті. Бірақ соның өзінде бұтыңа түшіп қойған шығарсың. Қанша дегенмен оқ қой атылған. Қашып бара жатқанында артымнан оқ тиді. Оқ кішкентай калибрлі болды. Өйткені ол менің оң қолыма тиіп тесіп шыққан болатын. Үлкен калибрлі оқ болса сүйектерге қысылып немесе сындыратын еді. Сүйектерге аса қатты зақым келмеді, бірақ шынтақтан балғамен ұрғандай сезілді. Сосын барлығы айтқандай денем ысыды. Сосын қалтырау басталды. Кейін есімде қалғаны қанды киім және жедел жәрдем көлігі. Ауырсыну күшейе түсті. Оған қоса сыздау, сырқырау басталды. Ауруханада өткізген күндерім азаппен тең болды. Маған 2 оқ тиді. Біріншісі менің бронежилетіме тиді. Ішке енген жоқ. Бірақ мені ат теуіп жібергендей болды. Екіншісі менің жамбасыма тиді. Бұл мен сезінген ең ауыр ауру. Бұл әскерде соғыс уақытында болды. Қуанышыма орай 45 минуттан соң атыс аяқталып, маған көмек көрсетілді. Менің жақын досымның аяғын 9 мм оқ сырып кеткен. Ол бардың сыртында темекі шегіп тұрған кезде көшеде оқ атылған. Ішке жүгіріп кірген сәтте аяғын күйіп жатқанын сезген. Бірақ мас болғасын шығар, еш мән бермей ішуді жалғастырған. Сәлден кейін бардағы біреу аяғынан қан ағып жатыр демейінше қатты ауру сезінбеген. Маған емес, әйеліме оқ тиді. Ол оқ тиген жердің қатты ысып жатқанын және айналаның бәрі бұлыңғыр болып тұрғанын айтты. Барлық ауру кешке қарай басталды. Сол кезде ол шынында қатты қиналды. Денем қатты күйіп жатыр, қызып барам деп айтқан есімде. Мен Ауғанстанда жүргенде ішіме 7.62 калибрлі оқ тиді. Біреу денемнен шыбын-ұрғышпен ұрып қалғандай болды. Қысқа әрі өте қатты соққы тигенде сезінді. Окоптан сыртқа шығуға тырысқанша аса қатты ауырмады. Орнымнан тұра сала бүкіл денемді сезбей қалдым. Денем мені тыңдамайды. Оны өздігіммен қозғалта алмадым. Содан кейін біреу денеме үлкен ине тыққандай сезім болды. Ол ауруға 10-нан 11 деген баға қояр едім. Білмеймін, қатты ауырды. Оқ бауырдың жарты бөлігін тесіп жіберіпті. Мен 10 жаста болғанымда аяғыма оқ тиді. Шынымды айтсам, аяғыма тас тиді деп ойладым. Жай ғана ауру сезілді. Қатты ауырған жоқ. Мен тіпті велосипедпен тез қашып кете алдым. Кейін ауруханада басқа әңгіме болды. Дәрігер оқты алып тастауға кірісті. Ол ауруға қарсы дәрі маған бәрін ұмыттыратынын айтты. Ол бірнеше минут менің жұлқылағанымнан кейін ғана тоқтады. Оның маған берген дәрілер сипаттағандай жұмыс істемеді. Бір есімде қалғаны айналаның бәрі күлгін болып көрінді. Мүмкін соңғы салған дәрі көмегін берген болар. ақш пен Панама арасындағы соғыста оққа ұшырадым. Шамамен 10 минуттай денемді сезінбедім. Бір оқ сол қолымды жанап өтті. Ара шаққандай ауырды. Кейін екінші оқ оң жамбасыма, үшіншісі денеме тиіп арқамнан шықты. Шүкір, бүйрек өкпелеріме тимеді. Соның арқасында аман қалдым. 10 минуттан кейін бүкіл денем ауырды. Жамбасым қимылдағаныма өкіндіріп жіберді. Адреналиннің арқасында көмек келгенше шыдай алдым. Менде былай болды. Оқ тиген кезде, мынау ысып барады. Сәлден соң, мен әлі тірімін. Күйіп барам, көмектесіңдер.
Неліктен, қалай атылғандарыңызды түсіндіре аласыздар ма өтінем? Мен мұншама көп адамға оқ тиген дегенге шок болып отырмын. Оның еш таңғалатыны жоқ досым. Бұл жердегі адамдардың көбі әскери операциялар кезінде жарақат алған секілді. Одан бөлек әлемде өте қауіпті елдер бар. Тапа-тал түсте көшеде атыс ұйымдастыратын гетто, банда деген ұғымдар тағы бар. Және қарапайым ұрлықшылардың, тонаушылардың атқан оқтары бар. Ирак пен Ауғанстанда болғанында 2 оқ тиген болатын. Бірінші оқ бронь тақтайшасына тиді. Бейсбол битасымен ұрғандай сезінді. Бұл менің духымды қатты сындырды. Қорқыныш пен паника басталды. Базаға оралғанда кеудемде үлкен жара пайда болды. Қимылдау былай тұрсын, дем алу азап еді. Қуанышқа орай 2 күндей базада қалуға рұқсат берілді. Екінші оқ мойнымды сырып өтті. Енді бұл өте қатты ауырды. Қан деген шелектен төккендей ақты. Адреналиннің арқасында біраз уақыт қимылдай алдым. Тезірек тасаға барып қанды тоқтата алдық. Өзгертілді. Кейбір адамдардың сұрақтарына жауап бере кетейін. Біріншісі, жоқ, бұл АК-47-нің оғы емес. Ол соғыста АК-47 енді жетіп жатқан еді. Екіншісі, бронь оқтарды тоқтату үшін жасалған. Ол оқтың кинетикалық энергиясын сіңірмейді немесе азайтпайды. Сол үшін қатты ауруды сезесің. Қарапайым тілмен айтқанда оқ тиген жерде біреу балғамен ұрғандай болады. Үшіншісі, қанды уақытылы тоқтата алдық, соның арқасында шығар аман қалдым. 2013 жылы көшеде қызыммен келе жатқанмын. Мені біреулер шатастырып алса керек, көліктен оқ атты. Мен кинодағыдай жерге құламадым. Бірден жүгіріп дүкенге кіріп, полиция шақырыңдар деп айқайладым. Басында қатты ауырмады. Аздап шымшу секілді сезілді. Кейін денем ысып, ауырсыну пайда болды. Қан ағып жатқанда денем қалтырай бастады. Шүкір, менің жолым болған екен. Өйткені оқ бүйрегімнің дәл үстіндегі сүйектерге қысылып қалыпты. Кейін ауруханадағы жағдайым өте ауыр болды. Менің есімде қалғаны, менің қызымнан басқа ешкім көмекке келмеді. Мен азап шегіп жаттым және өлуім де мүмкін еді. Басқалар біздің проблема емес деп ойласа керек, түк болмағандай айналып өтіп кетіп жатты. Қазір мен адамдарға сенуден қалдым. Оқ оң жамбас жаққа тиді. 9 мм калибр, тізеден шамамен 10 см жоғары жаққа қарай сырғып барып тоқтаған. Ол аяқтың алдыңғы жағының біраз етін жыртып кетті. Аяғымды бір ыстық металмен тесіп жібергендей қатты қызу сезіндім. Содан кейін адреналин кеткенше біраз минуттар қиналу басталды. Шынымды айтсам, оқ тигеннен кейін 6 сағаттан соң ауру өте күшейіп кетті.